Бәрі теледидардан көрсетілген ботқан жарнамасынан басталды. Ол ботқа толық тамақтануды ауыстыра алады деп айтқан. Қаншама витаминдер, минерал заттар, көмірсулар және ақуыздарды да теледидар экранына уәде берген. Сол үшін дүкендерде топ адам келіп кезекте тұратын. Басында балалар дүкенінде сатылған, балалар тамақтану ретінде. Азық-түлік дүкенінің директорлары да бұл күдікті ботқаны сатып алуды шешті. Білесіңдер ме, мен оны сатып алдым. Бірақ сырт көзге жиіркенішті болды. Сырты да, іші де. Менің астымдағы көршім маған қарағанда бұл ботқаға бас жасамайтындар секілді отырып қалды. Ол оны күні бойы жеді. Және ол толып кеткенін байқап қалдым. Сосын маған бұның бәрін бақылау жүйке жүйеме тиіп, басыммен жұмысқа кеттім. Менің үйімде азық-түлік біткенде, мен орын толтыру үшін дүкенге кеттім. Барлық жерде сол ботқа тұрғандағы таңғалдырғаным сонша, тіпті сөзбен жеткізу мүмкін емес. Дүкеннің ашкөздігі шекара білмеген секілді. Мен макарон қалдықтарымен қалған полканы тауып, кішкене консерва, не тапқанымды алдым және тағы басқа дүкендерге бардым. 2 айға жету керек. Осы ботқамен ғана тамақтанған адамдар өз-өзіне ұқсамай кетті. Терісі созылғанша толып кеткен өз пәтерінен осы сасық ботқа үшін шығады. Олар мен жамандай қорқытатын. Мен теледидар қосып осы күдікті ботқаның жарнамасын көрдім. Енді осы ботқаның 10-шы сатып алушысы жылы елге саяхаттауға барады екен. Күнде олар ұтқандарды көрсетіп тұрды және билеттерін берді. Алмаған билет тұтып алуға немене кедергі болып тұр? Мен бәрі бұл ботқаны жемеймін ғой. Мен жүгіріп барып дүкеннен 10 қорап ботқа сатып алып, келесі аптада мені жол болғыштар арасында билеттер алуға кеттім. Ал келесі күні мен басқа адамдармен ұшаққа ұштым. Біз отырып бастадық, және мен бұл ешқандай теңіз не демалатын жер емес екенін көрдім. Бұл үлкен цех болды. Біз бұл жерге отырғанда бұл жерде бірдеңе дұрыс емес екенін түсіндім. Адамдар топтап бір жабық ангарға кіргізіп жатты. Мен осы жақын жердегі ғимаратта тығылып үлгердім. Күзет мүлдем болмады. Ал борсық зомбилар өзімен өзі жүрді. Сосын мен пистолет атылған дыбыстар естідім. Құдайым-ай, бұл цех әлгі ботқаның компаниясы екен. Және білесіңдер ме, олар бұл ботқаны ұтып алғандардан жасаған секілді. Мен бұл видеохатты құтқару мақсатында жібердім. Ал сен кімсің?